Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahabihi ecma'in. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammede. Ama ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Бүгін сіздермен қозғайтын тақырып уақып елге қызмет етудің ең көркем жолы. Аллаху Тағала бізді жаратқан кезде тек қана өзіне бір пайда беру үшін ғана емес, өзіне құлшылық етумен қатар қоғамға, елге, басқа адамдарға пайда тигізу үшін де жаратты. Пайғамбарымыз, оған Алланың салатын сәлем болсын, былай деген: адамдан ең жақсысы басқа адамдарға ең пайдалы болғандар деген. Ислам тарихында басқа адамдарға пайдалы болудың ең көркем жолы уақып жасау. Уақып дегеніміз мешіт, медресе және де белгілі бір мүлкін, өзінің қалтасына қаражатын басқа адамдарға жарату арқылы пайда тигізу. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деген: адам дүние озғаннан кейін, адам баласы дүние озғаннан кейін барлық амалдар тоқтайды, тек қана 3 амалдан бөлек деген. Біріншісі жариялы садақа, екіншісі пайдалы ілім, үшіншісі артынан тоқтаусыз дұға етіп отыратын салиқалы ұрпақ. Ғалымдарымыз жариялы садақаның ең үлкені, ең көркемі ол әрине уақып деп атаған. Сізбен біз бір адаммен кетпей қалсақ, бір сөзге келіп қалатын болсақ, мен кім екенін білесің ба, кезінде кім болған білесің бе деген секілді өткен өмірімізді айтып отырамыз. Ал өткен өмірімізде кім болғанымыз, қандай адам болғанымыз, ол тек қана Аллах қана білуші. Ал қазіргі уақыттан бастап біз қандай адам екенімізді, Алланың алдында кім екенімізді, басқа адамдардың алдында кім екенімізді көрсете алудың ең үлкен бір жолы. Ал оны басқа адамдарға пайда беру арқылы, уақып ету арқылы дүние мүлкімізді, Алланың алдында сондай бір дәрежемізді, Алланың алдында, адамдардың алдында үлкен бір дәрежемізді көрсете аламыз. Лағнет болған шайтан, біз ойлаймыз, көбінесе бізді харам істерге, бір Алладан алыстатуға уақытын жұмсайды, және бізде солай аздырады деп ойлаймыз. Жоқ, керісінше лағнет болған шайтан біздің әрбір адаммен жеке-жеке жұмыс жасайды. Әрбір адамның өзінің әлсіз жерін, әлсіз тұсын табу арқылы, және сол арқылы жұмыс жасау арқылы бізді Алладан алыстата алады екен. Мысалы, менің әлсіз тұсым телефон көп қарау болуы мүмкін. Басқа адамдардың әлсіз тұсы әртүрлі. Яғни кейбір адамдарды қолында бір мал мүлкі бола тұра, сол нәрсені бір уақытша бір ләззатқа, уақытша бір мал мүлкін уақытша бір ләззат дейміз ғой, жалпы уақытша бір ләззатқа жұмсау арқылы бір азғырып жіберуі мүмкін. Психологияда мынандай түсінік бар: адам баласының миы ләззат іздеп тұрады дейді. Ләззат нәрсені іздеп тұрады. Жаңағыдай мен айтып өткендей, түрлі нәрсе ішіп жеу, бос уақыт өткізу, қыдыру деген секілді ләззат деп ойлаймыз. Біз негізі ләззаттың ең үлкені ол басқа мұсылмандарға, басқа адамдарға пайда тигізу арқылы, елге, қоғамға пайда тигізу арқылы мидың ләззатын солай толтыра аламыз. Аллах Тағала баршамызға разы болсын. Тек қана бір уақытымызды бос нәрселермен зая кетірумен ғана емес, басқа адамдарға пайда тигізу арқылы қоғамға, елге пайда тигізуді Алла баршамызға нәсіп еткен болсын. Алла құлшылық амалдарымызды қабыл еткен болсын.